Бүгін Қарасай ауданында екі жақсы жаңалық орын алды. 2024 жылдары Үштерек және Абай ауылдарында құрылыс жұмыстары басталған екі дәрігерлік амбулатория бүгін салтанатты түрде қолданысқа берілді. 50 келушіге арналған екі медициналық ғимарат толықтай заманауи жабдықтармен жабдықталған. Мынау енді бүгін өздеріңіз көріп жатқандай Қарасай ауданында амбулаториялар ашылып жатыр. Бұл медицина саласындағы заманауи ғимарат деп айтсақ болады. Абай ауылында және Үштерек ауылында 50 келушіге арналған, ішінде барлық жаңағы құрал жабдықтармен жабдықталған физиокабинетте халық өзіміздің бұрын орталық ауруханаға барса, ол енді өзі осы жерден алады. Және де стоматологтар болады, бейінді мамандар болады осы жерде. Сол себепті халыққа енді кезек күттірмейтін сапалы медициналық көмекпен қамтамасыз етеді деп өзіміз соған қуанып жатырмыз. Қазір енді білесіздер ғой, заман бір орында тұрмайды, жаңағы жасанды интеллектті біз осы жерге қостық. Абайға да, осы Үштерекке де бұл заманауи жаңа форматта жұмыс жасайтын болады. Бұл жерде инфобокс дейді, сол жерде басқан кезде искусственный интеллект сол науқасқа шағымына байланысты дәрігерге жазып беріп, сол жақта автоматты түрде қызмет көрсетіледі. Биылғы жылға осы жоспарлаған 3 объектіміздің екеуін аштық. Енді Қаратөбе ауылында мына ауылдық медициналық жаңғырту бағдарламасымен ФАП салынған фельдшерлік акушерлік пункт. Оның да құрылысы аяқталып ашылуға дайын, алдағы уақытта ашылатын болады. Бекболат, Улан, Шалқар, Қайнар ауылдарында дәрігерлік амбулатория және де Көлашыдан 300 келушіге арналған ПМС орталығынан мемлекеттік сараптамадан оң нәтиже шығарып, оны да бюджеттік өтінім беріп қойдықша. Кеше ғана тағы бір қуанышты жағдай, 200 орындық жаңағы перинатальный центрдің госэкспертизасы мемлекеттік сараптамасы оң нәтижемен шықты. Қолдап осындай жүрген басшылыққа да үлкен рахмет айтқым келеді, әкімшілікке үлкен рахмет айтқым келеді. Бәрі халықтың игілігі үшін ғой. Үштерек